Кеше өзімнің YouTube каналыма осы шелпектің рецебін пісірген болатынмын. Себебі YouTube'ымдағы тағы бір шелпектің видеосының астында көптеген комментариялар кеткен болатынмын. Солардың бірі шелпекке ұн, тұз, су ғана қосады деп жазылғандар болатын. Сол адамдарға жауап ретінде мен осы ұн, тұз, судан құралатын өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын рецепті түсірген болатынмын. Өздеріңіз баға беріп қарап өтіңіздер. Шелпегіңіз осылай дұрыс шықсын десеңіз, онда видеоның соңынан аяғына дейін көріп, барлық айтылған нәрсені істеу керек. Сонда ғана осындай әдемі шелпек шығады.